Қайырлы күн, сіздерге өте дәмді, тестасы песочный болып шығатын, ортасындағы салмасы ерекше дәмді, кез келген қонақтың жүрегін жаулайтын пирогтардың бірі Орео пирогының рецептісімен бөлісемін. Бұл рецепттің бір ерекшелігі өте оңай әрі тез дайындалады. Міндетті түрде жасап, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге бұл жерде қосатын қоспалардың барлығы бөлме температурасында болуы қажет. Ыдысымызға жұмыртқамызды салып, оның үстіне қантымызды қосамыз. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз қанты ерігенше. Одан кейін еріп тұрған бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Толық рецепті видеоның соңында жазып кететін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Өзіме қатты ұнады. Одан кейін бір шай қасық қамыр қопсытқышты салып, електен өткізілген ұнымызды шетінен қоса отырып, жұмсақ қамыр илеміз. Қамырды бірден салып жіберіп, тестамызды тығыз қылдырып жасамаймыз. Бізде осылай жұмсақ қамыр болады. Қамырымызды 5-10 минутқа тындырамыз. Ендігі кезекте салмасын дайындаймыз. Оған бізге сүзбе қажет болады, яғни творог. Кейін оның үстіне 2 жұмыртқа қосамыз. Екі жұмыртқамызды саламыз. Одан кейін 2 ас қасық қаймақ қосамыз. Менде 20% қаймақ бұл жерде. Және де 1 ас қасық мақ қосамыз. Немесе арнайы дүкеннен алынған мақ салсаңыздар болады. Мен құрғақ мақ қостым. Және де қантымызды салып, блендердің көмегімен жақсылап езетін боламыз. Бізде салмамыз дайын. Ендігі кезекте формамызға дайын тестамызды орнатып шығамыз. Мен осылай қолдың көмегімен жайып шықтым. Тестамызды біркелкетіп жайып шығамыз. Менде форманың диаметрі 24. Духовкамызды алдын ала 160-170 градусқа қыздырып қоямыз осы кезде. Одан кейін астына Орео печеньясын саламыз ең бірінші. Бұл жерде негізінде печеньяны көбірек қолданғандарыңыз дұрыс. Менде аз болып қалды. Және де қоспамызды қосып үстінен барлығын жақсылап орнатып шығамыз. Жан-жақтарын қолымыздың көмегімен әдемілеп жасап шығамыз. 160-170 градуста 30-35 минут пісіратын боласыздар. Бізде пирогымыз дайын. Алдын ала пирогты духовкадан шыққан соң 1-2 сағатқа суытып аласыздар. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Және де каналға тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар.